Сәлем достар, бүгін касса снятие жасаймыз. Ол үшін Google-ға OFD Транстелеком деп жазамыз. Міне мынандай сайт шығу керек, OFD Транстелеком, OFD ағылшынша 1.kz деп. Осы сайтқа басамыз. Басқаннан кейін осындай бізде обращение тұрады. Оны X деп жауып тастауымызға болады. И мына бұрышта вход дегенді басамыз. Басқаннан кейін сіздерге бірнеше варианттар ұсынады. Бірақ біздер ECP арқылы кіреміз, вход по ECP деп өзіміздің ECP-мізді таңдайық. ECP-ның ең біріншісін таңдаймыз, Outs арқылы кіреміз. Паролімізді жазамыз, қатесіз. Сайтқа өзіміздің страницамызға кірдік, мынандай тағы реклама болады, алып тастаймыз. Енді мына жерде сол жақтарыңызда касса деген тұрады. Касса дегенді басасыздар. Зарегистрированный в КГД деп тұрады. Соны басасыздар. Егер сіздерде бірнеше касса болса, осы жерде тұрады. Менде біреу, сол себептен мынаны смотреть дегенді басамыз. Осы жерде біздің оборотымыз барлығы шығып тұрады. И мына бұрышта қызылмен снятие с учета в КГД деп тұрады. Соны басамыз. Заявка на снятие с учета в КГД дейді. Енді не себепті, причинасы қандай? Мына жерде бірнеше причиналар берілген, бірақ ең көп қолданатыны ол невозможность дальнейшего применения дейді. Вот осыны таңдаймыз. Подписать дейміз, ECP-мізді таңдаймыз, бірақ уже біріншісін таңдамаймыз, екіншісін таңдаймыз, рыса дегенді. Үнемі подписать еткен кезде ECP-міздің екіншісін таңдаймыз. Міне таңдадық, паролімізді жазамыз. Окей, открыть, подписать. Болғаннан кейін отправить на снятие с учета дегенді басамыз. Так, болды, біз заявка жібердік. Статус запроса бізде в обработке деп тұр. Бір күннен кейін сіздің кассаларыңыз снятие жасалады. Оны қарау үшін, мына жерде жаңағы касса деген ашық тұр ғой, ең соңында заявка на снятие с учета дегенді басамыз. Осы жерде статусымызды көруімізге болады. Шығып кетейік. Достар, біз шығып кеттік. Енді қалай снятие жасалған көрсету үшін келесі күні кіріп көреміз. Мен сіздерге дайынын көрсетейін. Ол үшін қайтадан Google-ға OFD Транстелеком деп жазамыз. Өзіміздің сайтымызға кіреміз. Войти по ECP және ECP-мізді таңдаймыз. Ең біріншісін таңдаймыз, Outs дегенді. Окей, паролімізді жазамыз. Окей, подписать. Кіргеннен кейін реклама шығады, алып тастаймыз. Енді қараңыздар, касса дегенге барамыз. Ашқаннан кейін соңында снятые с учета деген бар. Яғни учеттан шығарып тастаған барлық кассаларды көрсетеді. Міне, бізде мана осы жерде в обработке болып тұрды ғой, дәл қазір снятые с учета, яғни учеттан шығарып тастаған кассаларды көрсетеді. Ең біріншісіне барайық, зарегистрированный, яғни бізде учетта бар ма екен? Көрдіңіздер ма? Ештеңе жоқ. Мана осы жерде болды, осы жердегіні біз снятияға жібердік. Пустой болып тұрады дәл осылай. Достар, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, тағы да көптеген пайдалы видеолар шығып тұрады.